Сәлеметсіздер ме, асхана ханшайымдары? Бүгін сіздермен сырники дайындаймыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Менде 200 грамм творог, сол үшін мен бір жұмыртқа ғана қостым. Егер творогты көбейтетін болсаңыздар, 2-3 жұмыртқаны қосып араластыра бересіздер. Жұмыртқамен творог осылай бір келкі қалыпқа келгенше жақсылап араластырып аламыз. Бір массаға келу керек. Одан кейін біз творогқа 2 ас қасықта қант саламыз. Қантымызды салдық, оны ерігенше, массаға араласып кеткенше араластырамыз. Осылай қолмен жақсылап қасықпен араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін ұн саласыздар. Мен творогым аз болғандықтан мен тек 2 немесе 3 қасық ұн саласыздар. Мен 3 қасық салдым. Өйткені творог қатты сұйық болып қымау керек. Одан кейін қолымызды осылай ұн сеуіп, қолымызға да, тақтайшаға да ұн сеуіп, сырникиларды қалыпқа келтіріп аламыз. Міне осылай қолды ұн ұрпақ жасауымыздың себебі ол қолға жабысып қалмау керек сырники. Осындай қалыптарға келтіріп аласыздар. Биіктігін өздеріңіз қалағанда ет жасауларыңызға болады. Мен қатты биік етпедім. Сырникиларды осындай сарымайға пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады. Егер сарымай жоқ болса, жай сұйық майға жасауға да бола береді. Күнбағыс майына. Осылай ертіп аламыз сырникиларды салу үшін. Сырникилар уже қойыла бастады. Өте дәмді болып піседі. Өте жұмсақ, іші де толық піседі. Ойланбай жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет рецепт. Басқа рецепттерге қарағанда өте жылдам әрі оңай дайындалатын сырникилар. Осындай керемет рецептпен сырникилармен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.